мынандай видео көрдім да, қазіргі уақытта подсознаниеге табындырып жатыр адамдарды деп ше. Біз подсознание, мен басқаларын білмеймін енді. Мен подсознаниеге табынайық деп айтпаймын. Мен өзіңе табын деп айтпаймын. Мен айтам, Алла Тағала всегда Алла Тағаланы айтып отырамын. Дәл қазір Алла Тағаладан сұраңыз, Аллаға шүкір айтыңыз деп. Тіпті мен кейбір медитацияларымда азанның үні естіледі. Сол сияқты менің барлық продуктымда шариғат заңына қайшы емес, өзіміздің салт дәстүрімізден ажыратпайтын басқа тылсым, басқа дін, басқа сенімдегі адамдардың жасап жүргені емес, дәл өзіміздің біз енді бабамыздың тілі ғой, діні ислам. Уже неше ғасыр болды ислам діні. Біздің қазақ жерінде ислам діні тарағанына, біздің кеңес одағына дейін біздің әжелеріміз намаз оқыған деген сияқты. Сондықтан да біз Құдайдан ғана сұраймыз, Аллаға ғана құлшылық етеміз. Басқа ғылыми зерттеулерді айтамыз, ол адамның мүмкіндігі осындай екен ғой, өсту керек екен ғой, сезіміңді бүйтуің керексің ғой деп сондай бір ақпараттарды айтамыз. Бірақ та сайып келгенде біз айтамыз, нәтижені беретін Алла Тағала, нәтижені Алладан сұраймыз, біз әрекетін жасаймыз. Сондықтан да егерде күмән болса іште, медитация деген не ол, осы жаңадан шығып жатқан көп нәрсе шығып жатыр. Қазір андай қылып істеймін, мындай қылып істеймін, мына күні мынандай болады, ана күні андай болады деген сияқты. Соның барлығы әрине қызық, бізге істегіміз келеді, өмірді өзгерткіміз келеді, бірақ ішімізде бір күмән қылт еткен кезде, қылаң берген кезде ішімізде күмән. Бізде мына ойымыз, сезіміміз екеуі бірге жұмыс істеу керек қой. Біз уже күмәнданған кезде, сенім кетіп қалған кезде адамнан, оның жасап жатқан әрекеттерінің нәтижесі болады, өйткені сенім жоқ мына жақта. Жалпы өмірде барлық нәрсе үш жолмен жүреді да. Бірінші реакция, екінші образ, үшінші әрекет. Любой нәрсе біздің реакция тудырады ғой. Қандай реакция тудырады? Соған байланысты ары қарай өрбиді. Сенің әр эмоцияның артында әрекет тұрады. Сондықтан біз әрекет жасаймыз по-любому. Ал әрекетке дейінгі процесс ол образ және реакция. Бірінші реакция, образ. Мысалы үшін өмірде барлық нәрсе, сіздің өміріңізде болып жатқан барлық нәрсе сіздің реакция, бір кезде туындаған реакцияңыздан. Мысалы ақшамен алғашқы қарым-қатынасыңыз, ақшаға деген қандай реакция туды, сол сіздің ішіңізде ақша туралы образды қалыптастырып тастады. И ары қарай сіздің әрекетіңіз, сол ақшаны табудағы әрекетіңіз тура сол реакция мен образға байланып қалды. И содан біз балалық шаққа барып, бұл жердегі реакция мен образды өзгертуге тырысамыз. Мысалы үшін, мен өзіммен қалай жұмыс істедім. Менің ең алғашқы ақшамен байланысым, менің ақша туралы образым, реакциям қандай болды, мысалы ретінде айтайын. Мен өте, папам бастық болды. Біздің үйде бәрі бар. Мен даже жаңағыдай қант пен ұн үйде өзінен өзі пайда болады, мен олар сатып алады деп ойламайтынмын ше. 4-5 сыныпқа дейін мен қант, ұн деген нәрсе сатып алады деп ойламайтынмын. Әр үйде ол бар деп ойлайтынмын. Біздің үйде енді папам бастық болғаннан кейін өте жақсы өмір сүрдік қой. Бірақ бізде почему-то мектепке ақша бермейтін. Мектепке, буфетке 10 теңге, 20 теңге, 50 теңге әкелетін кластастарым болады. Соларға қызығатын, мыналар ақша ұстап жүр деп ше. Бірақ менде вообще ақша ұстамайтынмын. Біздің үйде баланың ақша ұстауы табу болды кәдімгідей. Бала ақша ұстамау керек деген. И мен бізде енді бәрі болды, киім, тамақ, не қалайсың бәрін өздері әкеп берді да менің ата-анам. Бірақ біздің қолымызға жұмсауға ақшаны жоғары сыныптарда ғана берді. Оған дейін вообще ақша ұстамағанбыз. И мен 3-ші классымда ма екен, 4-ші классымда екен, біз Алматыға барамыз да, Алматыдан қайтып келатамыз. Жылда жазда Алматыға келіп санаторияда демаламыз. И жазда үйге Аралға қайтып бара жатырмыз. И мен өзіме жұмыс істеу барысында ақша туралы образбен жаңа реакциямды айтып жатырмын. И мен мамам қатал болды да, мамамнан қорқатын. И менің туған 1 жасар үлкен әпкем бірдеңе болса мен мамаға айтам деп қорқытатын. И неден Алматыдан Аралға келе жатырмыз, пойызда бір Түркістан бекен бір нәрсеге келіп қалдық. И маманың кошелегіне 30 теңге ұрлаймын мен ше. Ұрлаймын, сұрап алмаймын, ұрлап алам. Потому что бізге ақша ұстауға болмайды. Бір 3-ші сынып оқимын где-то. 10 теңге, 20 теңге тиын. Сөйтіп ұрлап алам. И ана ұрлаған сәттен бастап менен маза қашады ғой. Мен өзімді кінәлі сезем, мазам қашады, қорқам. Ана ақшам маған енді өте қатты тревожный күй береді. Сөйтіп Түркістаннан Аралға дейін әлі, по-моему, бір күн мамадан қорқам ше. Біліп қалса не болады? Ананы неме ішіме салып алғам. 30 теңге маған жаман маза бермейді. Сөйтіп Аралға жетем деген 30 теңге қайтадан салып қоямын да, уф деймін ғой.
деймін. Менің ең алғаш ақшамен қарым қатынасым сонда, ақшаға деген реакциям, мен ақшаны ұрлап алдым. И сол ақша 30 теңгеге менің реакциям қандай болды? Қорқыныш, кінәлі сезіну өзімді, жаман қатты қорқу, өте сондай бір ең негативті сезімдердің, реакциялардың бір жиынтығы болды, мен ішімде қалып кетті. И менің ақшаға деген образым менің санамда, мен 3-ші класс оқимын, менің санам әлі таза. 3-ші класс оқимын, мені әлі ешкім наказывать еткен жоқ, мен ешкімді жазалаған жоқ, неге 30 теңге ұрлайсың деп әлі сұраған жоқ, бірақ мен өзімнің ішімде болып жатқан процесстер. И менің ақшаға деген образым, ақша туралы образым ішімде ужас, ужасный реакция. Сөйтіп мен өмір бойы осы немен өмір сүремін. Пока өзіммен айналысып, психологияға келіп, медитация жасамайынша менің ішімде ақша, ол ақша алсам мені жазалайды. Ақша алсам мен өзім кінәлі болып қаламын. Ақша болса, менде ақша келсе маған мазақ ашады менен, деген сияқты нелер болған менің ішімде. Образ, реакция, образ. Менің ақшамен алғашқы қарым қатынасым, оған туындаған менің реакциям, менен шыққан яғни сезім, и соның артында ақшаға қалыптасып қалған образ, и өмір бойы сол образбен, сол образға сәйкес әрекет ету. Енді қараңыздар, мен грантта оқыдым, стипендия алдым, 2-ші курсымнан бастап жұмыс істедім, бірақ ақша маған келмеп, бірден құтылып тастаймын ақшадан ше. Неге? Өйткені менің бала күнімде ең алғашқы ақшамен байланысым ішімде сондай образды қалыптастырып кеткен. Ол образдың қалыптасуына менен шыққан реакция, ақшаға деген реакциялар сол образды қалыптастырған. Сөйтіп мен өстім, 20-ға келдім, жақсы оқыдым, жақсы жерде жұмыс істеп жатырмын, жақсы ақша, айлық алам, бірақ жоқ, жетпейді ештеңеге. Почему? Потому что менің ең алғашқы ақшаға деген реакциям қорқынышты сезімдерден тұрды. Менің ішімде ақша туралы образ дұрыс болған жоқ. И маған ақша келді ма, мен бірден онан құтылам. Мен оны сливать етемін, былайша айтқан кезде. Керек емес покупка жасаймын, жоғалтамын деген сияқты. Солай мен негізі мүмкіндіктер, өмір маған мүмкіндіктер беріп жатыр да, мен басқа адамдарға қараймын, вроде менімен қатар жұмыс істеп жатады, мен сияқты тоже жұмыс істеп жатады, карьерный рост, нормально болып жатады, әлі күйеуге шықпағанбыз, бірақ сол адамдар машина алып жатады, үй алып жатады, бірақ мен алмаймын да. Неге? Өйткені мен караокеге барам апта сайын сол жылдары, тағы не істеймін, киім алам, әр зарплатымда обязательно киім алам, қажет болсын, қажет болмасын, күнде обедте ресторанда ішемін деген сияқты ше. Сөйтіп жүрдім мен. Концертке барам, Тото Кутиньоны концерт қояды, оған барам. Не керегі бар деймін да, сөзі маған Тото Кутиньо концерті. Итальянский бір концерттерге барам, қуып. Сөйтіп сливать етемін да мен ақшаны сол жылдары. Содан кейін күйеуге шығамыз, бала боламыз. Әлі сол ақша түседі, жоқ қыласың, ақша түседі, жоқ қыласың. Бірақ өміріңде андай үлкен покупка жоқ, үлкен не жоқ. И психологияға келгеннен кейін, мен осы схеманы түсінгеннен кейін, енді қалай трансформацияланып, психотерапиямен, медитациямен мен ішімдегі ақшаға қатысты образды трансформацияладым. Реакциям, сол реакцияға бардым, сол кезеңге бардым, өте көп өзіме жұмыс істедім, жедел терапияны көрдім, ұзақ терапияны көрдім, супервизия, интервизия бәрінен өттім, психологияны оқыдым. В общем, жылдар бойғы жұмыс менің ішімде ақшаға деген образды өзгертіп берді. Ақша туралы медитация жасадым, рұқсат бердім, көп ақшаға реакциямды өзгертуге тырыстым. Енді мен түп санамда ақшаның образы жаңағыдай қорқыныш тудыратын бір страшный образ болып қалды. Мен соны преобразить еттім ғой. Сол сияқты мен мысал ретінде ақшаны айтып жатырмын. Сол сияқты отношение. Әкесі мен шешесінің бір-бірімен ит пен мысық сияқты өмір сүрген көрген адам тоже отношение туралы, отбасылық өмір туралы өзінің ішінде образ қалыптастырады. Өйткені оның реакциясы болды сол үйде болып жатқан жағдайға. И реакция туды ма, реакцияның артынан ішінде сол отбасылық өмір туралы образ қалыптасып қалады. Оны көп адам білмеуі мүмкін. Тура солай тағы не қабілет, потенциал, барлық өмірдегі қандай сфера жизни бар, солардың барлығына біздің ішімізде қандай реакция туды бала күнімізден, ол реакция бізден қандай образ қалдырды, сол образға сәйкес бізде әрекет етеміз. Егер сіздің ақшадан жолыңыз болмай жүрсе, қарыз болып қала беретін болсаңыз, отношение әлі бақытты сау қарым-қатынас құра алмасаңыз, ол сіздің ішіңіздегі реакция тудырған реакцияның артында
сол образға сәйкес сіз қазір әрекет етіп жатырсыз. Денсаулық туралы. Енді денсаулық кішкене по-другому бұл жерде ше. Денсаулыққа қатысты по-другому. Денсаулыққа қатысты ең шақтап жүрген мощный ақпараттарымды 20 сәуір күні бұйырса айтам. Неге ауру келеді? Кеше ше, ешкімді осуждать еткім келмейді. Алланың қалауы да бар бұл өмірде ше. Алдынан бері тиктокта маған Гүлназ деген әйел неге шығып қала береді? Рэпке сол кісі кеше қайтыс болыпты. Баласын күшті қылып үйлендіріп жатыр. Неге мен ол кісіні қатты қарап қалдым? Өйткені ол менің жерлесім екен. Біздің Аралда Сексеуіл деген жерде тұратын кісі екен. Әйел кәдімгідей. Жалғыз ұлы бар екен. Күйеуі жоқ, қателеспесем. Сол әйел срочно баласын үйлендіріп жатыр, өйткені ол кісіде рак. Сонымен той өтті, и ана кісі Индияға барды, резко, короче, қатты тез болып кетті. И кеше күнде стримға шығатын, стримді ана кісінің шашы жоқ, уже сөйлей алмай сөйтіп жатты да, стримді ақша жинап жатты. Сонымен қолымнан келгенше әр көріп қалған сайын стриміне 10 000 теңгеден салып отырдым да, жаңа Гүлназ деген тәтеге. Өйткені ол менің жерлесім болды, қатты тяжело ауырып жатты. И сол кісі кеше қайтыс болды. Көргендеріңіз бар шығар, Инстаграмда, тиктокта ректе жүретін. И сол ойлаймын да, ана кісіні тойларын қарадым да, қатты андай жан-жағына бір не шашып жүретін, шуақ шашып жүретін, өте сондай бәрімен бауыр, бәрімен дос, жайдары күліп. Бірақ та андай еркек шора деп айтады ғой, еркек шора әйел. Әйелдік болмысы жоқ, өзі еркек сияқты киінеді, шашы еркек сияқты сондай әйел екен. Соң ойлап қоймын, қандай жақсы адам, неге ауырып жатыр, неге сондай қиналып жатыр бұл әйел. И мен оның өмірімен таныс емеспін, оның өзімен таныс емеспін, сыртынан бақылап тұрмыз ғой. Сондай сезімдері жақсы сияқты, жан-жағына шуақ шашып жүретін, қоғамдық істерге араласатын, жігіттермен досы көп, ауылдың бәрі сыйлайды, құда жекжаттары көп, сондай бір жақсы әйел екенін көрініп тұр енді. Сонымен ойлап қоямын да, неге бұл кісі ауырып қалды деп. Сонымен ойлаймын, өзінің әйелдік табиғатынан алыстағасын ба екен, мүмкін деп бір ойым болды да. Құдай бізді әйел қылып жаратты ғой. И ана кісі енді сондай бір қатты ауырып жатты да. Соң ойлап қоямын, неге былай болды деп ше. Енді әртүрлі себеп бар ғой, Ньютон заңдылығы бойынша себеп салдар себебі бар, салдар бар. Соның себебін іздеймін да, мен всегда любой ситуациядан өзімнің де процестерімнен себебін іздеймін. Неге былай болды деп ше. Сіздерде де жалпы біз кітап оқимыз, кітапта заучивать етпейміз. Кітаптағы нәрсені біз просто теоретически оны жаттап алатын болсақ, бірақ өмірге оны қолдана алмасақ, одан ешқандай пайда жоқ бізге ше. Бірақ та егер біз любой нәрсенің себебін іздеп, соны өзімізге соны өмірімізге қолдану үшін өзімізге сұрақ қоятын болсақ, онда біз барлық жауапты ішімізден табамыз да. И сондай мен жаңағы кісіні енді кеше ғана алдың күні қайтыс болды дегенді естіген кезде кәдімгідей көзіме жас толып, денем түршігіп сөйтіп кетті. Өйткені қыстан бері сол кісіні тиктокта өзі шығады алдынан ше. Енді құдай берсін, ондай сезім шығаратын кезде абай болу керек негізі. Бірақ енді ана өзімнің әпкем сияқты көріп кеттім ана кісіні, біздің Аралдың адамы болғасын, өзі жаргоны сөйлеген бәрі біздің өзіміздің Аралдікі болғаннан кейін сол кісіні жақсы қарап жүретін. Неде отырады постоянно, стримде отыратын. Стримде енді жоқ ол кісі, өйткені өмірде жоқ. Мен де көретін дейді. Қыздар ұтып алу үшін деген нәрсеге вообще бұның да себеп салдарын ойлаңыздаршы, неге тегін алғыларыңыз келеді? Не үшін сіздер тегін алғыларыңыз келеді? Бұл өмірде құны бар нәрсеге құн төлеп үйренсеңіз, сіздің ақшаңыз көп болады. Мен жалпы құптамаймын ұтып алу, лотереяға қатысу дегенді ше. Бұйырса ұтасыз, бұйырмаса окей. Жаңа бір сұрақ көріп едім. Мен қайта ақшаны жұмсамаймын, тауысып қалатын ұстап отырамын, өзіме қимаймын. Любой нәрсе проработка жасалынады. Бір кездегі сіз айтқан сияқты ситуацияға қатты реакция беріп, эмоция беру деп айтты. Сол кездегі реакцияны өзгертіп, сол сәтіне сезімді өзгерту деп айтты 350 000 сабақта. Мен тегін айтып отырмын соны,
Бүгін үйдемін, бірінші этажда тұрамыз. Келген кеткен машиналарға қарап отыр. Кім келді, кім кетті деп. Гүлназ деген кісі, фамилиясын білмеймін. Жалпы енді мен жалпы мақтану керек екен ше, өзің туралы жақсы айту керек екен. Мен соны түсіндім. Енді мен мақтанамын деп қойыншы. Жалпы менің любой эфирімда, любой жаңағы ютубтағы шығарып жатқан контентімде мен четко айта аламын, сылдырсу жоқ, четко не бар. Инструмент бар, себеп бар, салдар бар, себеп салдарын анықтап барып оны қалай өзгертеміз деген нақты схема бар ше. Білмеймін мен неге, мен миллионник блогер емеспін, әлі мен оны түсінбеймін ше. Бірақ мен өзім бұрынғы, бір жыл бұрынғы, 6 ай бұрынғы нелерімді көрем ғой, видеоларымды көрем ғой, моментінде байқамайсың да, бір уақыт өтіп кеткеннен кейін көрсең, не деген күшті нәрсе айтқанмын, мынаны мен неге айтқанмын деп ойлап қалам ше. Сол моментінде маған келіп қалады, осыны айтшы деген. Сосын айтып жүремін да, видеоны жариялап жүремін, потом ұмытып кетемін да. Бірақ сосын бір уақыт өте келіп айналып келіп сол нәрсені қарасам, не деген құнды информация, кәдімгідей платный сабақта айтылатын информация ғой бұл. Мен неге тегін айттым деймін да. Тегіннің құны ешқашан болмайтындығын мен сол кезде түсінемін. Егер сол нәрсені мен мынандай қылып сатсам, ол нәрсенің құны болатын еді. Бірақ та тегін нәрседен де результат шығарып жатқан адамдар көп өте ше. Оның барлығы маған жазбайды. Көріп қалған кезде маған айтады, немесе кейбіреуі ғана маған жазып жібереді да. Бірақ мен оның бәрін жарияламайды екенмін да. Мысалы 4 операция көмектеспеген, жаңағыдай 4 операция көмектеспеген менің ауруым сіздің бір ауыз сөзіңізбен емделіп кетті деген нені алдым кәдімгідей ше, Назерке деген қыздан. Сол қыздан видео сұрағым келеді негізі ішімнен, бірақ мен ұяламын да. Өйткені ол результаттың артында тек мен тұрған жоқ шығармын деп ойлаймын. Өзіме көп алғым келмейді, олай ше, Құдай бар ғой, Құдайдың қалауымен ғой. Бірақ мынау менің арқамда үй алды, мынау менің арқамда көлік алды деп айтуға менде вообще мынау менің арқамда жазылып кетті емнен деп айтуға әлі менің мүмкін арым жібермейді, мүмкін уверенностьім жібермейді, әйтеуір бір нәрсем жібермейді. Сол үшін менде жаңағы қыздарым, командам давай деп продюсерлерім не ашып қойғаны бар, Айнара Байжан отзывы деп сол жаққа өздері салып отырады. Бірақ та мен өзім айтуға, өзім сториста жариялауға ұяламын да. Сондықтан айтып жатсың, осы сенің айтқаныңды 350 мыңдық сабақта айтты деп. Сезімдер, сезім магнит екендігі рас, ол дәлелденген. Мен оны қандай ғылыми зерттеулер, қандай эксперименттер жасалып, нәтижесінде не анықталып, оны өмірге қалай қолданамыз, сол туралы айтам ғой мен ше. И соны өміріне пайдаланған адамдар өзгеріп жатыр. Не обязательно барлық нәрсені ақшаға сатып алу керек деген сөз емес. Кейде бір ауыз сөз ғана, бір ауыз сөз адамды емдеп жібереді, жазып жібереді. Мысалы менің сабама түсірген, осыдан бір жыл бұрын бір ютубта подкаст көрдім, есімде жоқ кім айтқаны. Біреу айтады да, адамда 3 грань бар дейді, әйелде еркекте 3 грань бар дейді. Менің сабама түсірген осы сөз болды. Мен әйелмін, менде 3 грань бар. Біріншісі менің тұлғалық қызметім, функциям деп айтайыншы, мен тұлғамын. Екіншісі мен әйелмін, женамын, біреудің келіншегімін. Үшінші мен матьпын. Осы 3 грань менде, осының арасында баланс болмаса, менің өмірім қирайды. Мен сол сәттерде уже көргенмін. Мен оны білмеймін, бұл осылай аталатынын да, бұл 3 грань, осының арасында баланс деген сөздерді білмеймін. Бірақ та мен осы күнге дейін, соны естігенге дейін, мен уже балансты бұзып жүргенімді анықтадым. Мысалы үшін, сол кезде мен тұлғалық қана жағыма көп мән беріп, мен сабақ өткізіп жатырмын, мен білім алып жатырмын, маған покой керек деп мен үйден кетіп қалып гостиницаға барып қонған кездерім болды. 3 күн гостиница алам, и сол гостиницадан шықпай сабақ жазам. Кәдімгідей, өйткені мен үйге келсем, мен балалармен алаңдаймын, мен тамақ істеуім керек болады, тағы бір үйге келгенде үшін жұмыс істей алмаймын, мен деймін да, азынан кешке дейін коворкингта отырамын, кешкісін үйге келем, бірақ та уже маған ол да әсер етпеді да, мен коворкингта азынан кешке дейін отырған да әсер етпей қалды да, мен кәдімгідей қатты кетіп, неге кетіп қалдым, гостиницада 3 күн бойы жатамын. Жазды күні кондер қосамын, жазда осы қандай сабақ өттім мен. Бұны өткен жыл емес, оның алдыңғы жыл, 2 жыл бұрын, 23-ші жылы квантовый скачок деген сияқты сабақтар өткізіп жүрдім сол кезде ше. И мен кәдімгідей жазам толғатып, жазушылар бір кетіп қалады ғой, неге бір үй жалдап, Джон Кехе «Подсознание может» деген кітабын қалай жазған, кетіп қалған ғой, вообще неден, цивилизациядан кетіп қалып жазған. Сол сияқты мен өзімше болып гостиницаға кетіп қалып жазып, тұлғалық жағыма ғана мән беріп кеттім да. Мен әйел болған жоқпын, мен мама екенімді ұмытып кеттім. Менің кішкентай балаларым бар, олар әлі кішкентай, кәмелеттік жасқа толмаған. Кәмелет деймін, 18 жасқа толмаған кішкентай балаларым бар, олар менің махаббатыма, вниманиеме нуждается. То есть мен балансты бұздым ба, мен тек тұлғалық жағыма ғана
вниманиемді, уақытымды өзімді беріп тастадым да ана екі жағын ақсатып алдым. И оған дейін мен тұлғалық жағыма бүйтіп екі баламды босанған кезде үйде отырдым, сериал көрем, бар назарым, бар білген көргенім тек баланың памперсі, баланың ұйқысы, баланың массажы, бала. Олар өсті, садикке барып, мен әлі жүрмін да. Инстаграм жүргізіп қоямын сол кезде де, бірдеңелер оқып қоямын. Бірақ та мен өзімнің тек мама деген частьімді ғана, сол частьмен ғана өмір сүрдім. Тұлғалық жағым жоқ. Ештеңке реализовать етпеймін өзімді, уже күйеуім уже туысқаным сияқты, оған да мән бермеймін. Үйге келе шай ішеміз, тамақ ішеміз, болды. Балансты бұздым ба? Бұздым. Енді прям керемет әйел болып кеткен кезім есімде жоқ. Мен в общем тұлғалық жағыма кетіп қалдым, немесе әйелдік мамалық жағыма кетіп қалған кезім болды. И маған басымда лампочка жанды ғой. Осы өмірімнің неге мен көңілім толмай жатыр, бәрібір ішімде бірдеңе жетпей тұрады. Өйткені мен тұлғалық реализацияма көп мән беріп қойдым да ана екі жағымды ақсатып алдым. Мен мама деген грань бар ғой, мама деген функцияма өзімнің бәрін беріп қойдым, өзім өмірін беріп қойдым да тұлғалық реализациямен күйеудің әйелі болу деген жағымды ақсатып алдым. То есть баланс жоқ менің өмірімде, баланс менің өмірімде болмаған кезде менің ішкі сезімдерім қандай болады, мен өзіме көңілім толмай, бірдеңе жетпейді, өзімді кінәлі сеземін деген сияқты сезімдермен жүремін. Ал сезім магнит. И өмірдің қирайтыны осы баланстың дұрыс болмағандығынан. И балансты қалай дұрыстаймыз біз деген кезде, мен мысалы кеше воскресенье, суббота болды. Мен воскресенье күні полный мамамен қызыммен жүрдім. Ұлдар класстастарымен қыдырды да. Полный өзімді балаларға бердім. Кешкісін үйге келдік. То есть бұл күні мен жұмысты ойламаймын. Бұл күні мен созвондар жасамаймын, терапия өткізбеймін, наставничествомда қыздарға хабарласпаймын. Вообще бұл күні ештеңке істемеймін. Жұмысқа тұлғалық жағыма ештеңке бермеймін бұл күні. Мен только мамамын бұл күні. Мысалы воскресенье мен тек күйеумен әйелмін. Мен уже балаларымның ертең понедельник балаларымның мектепке баратын киімдері өтіктеулі, сабақтары салулы, оқылмай қойса сабақтар әйтеуір сумкаларына салулы. Мен әйелмін бұл күні ше. Күйеуіме уақыт өткізуім керек. Өйткені ол да бұл өмірдің ең басты бөлігі. И қазір мен айтады ғой, психологтардың барлығы, көбісі өздеріне психолог керек, психологтарға кәдімгідей психолог керек, олар супервизия, интервизиядан өту керек. И жаңа адамдардың, халықтың, бұқараның психологтарға көңілі толмайды. Олардың көбісі ажырасқан деп айтады да. Неге ажырасады психологтар, білесіздер ме? Өйткені олар тұлғалық өміріне, тұлғалық реализациясына өзін беріп тастайды, ана екі жағын ақсатып алады. Сол үшін оларда күйеу жоқ, сол үшін олардың личная жизнь не складывается. И осы подкастты мен кімнен естіген есімде жоқ, но осы менің миымда не жақты да менің сабама түсірді, мен тұлғалық жаққа кетіп бара жатыр екенмін. Представьте, сол подкаст тегін подкаст болмаса, мен тұлғалық жағыма кете беріп, мен бұл кезде ажырасқан психолог болып отырар едім да. Құдай өзі сақтасын. Мысалы, көптеген жазушылардың, ғалымдардың, танымал адамдардың, балалары ішіп кетеді, жеп кетеді, алкоголь тәуелді болып кетеді. Неге? Өйткені олардың әкелері, шешелері тек тұлғалық реализацияға кеткен. Тек тұлғалық жағын реализациялайтын адамның балалары сондай жағына кететкен да. Ішіп кетеді, жеп кетеді деген сияқты. Сондықтан да, егер сіздің балаңыз сау адам, ересек адам, сау ересек болып қалыптасқан қаласаңыз, егер сіз ажырасқанды қаламасаңыз, егер сіз тұлғалық жағынан да, яғни бизнесіңізді де дамытқыңыз келсе, өзіңізді реализация потенциалыңызды ашқыңыз келсе, сізге керек тек қана баланс. Балансты қалай бұл өмірде ұстанамыз деген кезде, күйеуіңе арналған уақыттың болу керек, жеке уақыттың. Ол жерде балаларсыз, сенің телефондағы жұмысыңсыз, салоныңсыз, тек күйеуіңмен уақытың, тек балаларға арнайтын уақытың, көңілің, тек жұмысқа арнайтын уақытың, көңілің. То есть мен жұмысқа кеткен кезде бәрін ұмытамын. Үйдегі балаларымды, балаларым мамаға қалдырамын, үйдің бытовухасын көмекшіме беремін, өзім жұмысқа кетемін. Созвон, съемка, бәрін жасап келемін үйге. И балалармен өткізетін уақытым бар. Біз Арбатта часто гулять етеміз. Арбатқа барамыз, жүреміз, былай жүреміз. Андай шытыр-пытыр мороженое аламыз, видеоға түсеміз деген сияқты. Ол кезде мен тек балалардікімін. Маған ешкім жұмыста созвон, давай, неге текст жазып бер деп айтуға болмайды маған ол кезде ше. Өйткені мен ол кезде балаларымдікімін. Сол сияқты егер сіз барлық жағына колесо баланса деп айтады. Баланс дөңгелегіндегі барлық нәрсені реттеп алғыңыз келсе, осы главный үш грань. Егер сіз әйел болсаңыз, мамалық, әйелдік, келіншектік деп айтайыншы, келіншектік және де тұлғалық реализация. Осы үшеуінің арасында баланс ұстасаңыз, сізде бәрі окей болады. Енді өзіміздің жеке тұлғалыққа кететін шығар деп ойлаймын. Мысалы, мен фитнеске баратын уақыттарым болады деген сияқты, психологқа баратын уақытым болады. Ол тұлғалық реализацияңыз да.
соның бәріне уақыт, внимание, көңіліңізді дұрыстап бөлсеңіз, сіздің мұртыңызды балта шаппайды. Тегін лайфхак. Ол сіздің ішіңізде бұл информация бар негізі. Соған подтверждение. Мен де соны білмейді дейсіздер ма, соны тыңдаған кезде сол тегін подкастты. Білдім. Бірақ та маған кәдімгідей деді ғой, менің қателігімді маған көрсетіп берді. Мен тұлғалық реализацияма кетіп қалып, мына жақта бала шағамды ұмытып бара жатқан жерімнен бері қайтарды меніңше. Содан кейін мен строго мына күні бала шаға, мына күні. Жаңа еще Лобковскийдің айтқаны ойымда бар ғой, балаға 24/7 бетіне қарап отырма, 25 минут күніне көңіліңді, уақытыңды, махаббатыңды берсең, соған баланың өзі тояды дегенше, сол достаточно деп. Сәлеметсіз, медитация жасап отырғанда біреу қарап тұрған сияқты қорқыныш болады. Басында болады ондай. Медитацияға түсе алмай, медитацияға қорқыныш бар деген адамдар, Құдай қаласа 20 сәуір келіңіздер, мен сіздерге осы сұрақтың жауабын айтамын. Неге қорқасыз? Неден қорқасыз? Соны айтып беремін. Ғылыми түсініктемесін айтып беремін. Тек өзінше байында. Жазыңызшы. Жақсы айтып жатырмын ба? Ұнап жатыр ма? Менде ақша болса бітіргенше қоймайын. Біргеміз арықтау туралы айтыңызшы. Қазір жол жабылу деген рас па? Әркім өзінің жолын өзі жабады, өзі ашады дегенге сенетін болдым соңғы кезде. Бұрын мен де сенбейтін. Сізді отбасымызбен сүйіп қараймыз. Алла разылығы үшін рахмет. Бір қарап тұрған сияқты қорқыныш. Бір ол кісінің дұғасы қабыл болып, сіз арқылы көмек келген шығар. Ұялмау керек, керісінше көбірек көрсе, көп адамға көмектесе аларсыз. Рахмет, қыздар. Менде сол тұлғалық қирап қалды. Қиратпау керек тұлғалықта. Біз тек мама болып кетсек, тек әйел болып кетсек, біз тұлғалық жағынан қирасақ, ол по-любому біздің баланс деген солға, біздің балаларымызға бақытты ана керек. Бақытты ана керек. Бақытты ана өзінің тұлғалық жағынан потенциалын ашқан кезде, ақша тапқан кезде, қоғаммен араласқан кезде, онымен қоса бала шағасын бірге алып жүрсе, күйеуімен қарым-қатынасы норм болса, сол кезде әйел шынайы өзін бақытты сезінеді. Тек үйде баланың бетіне қарап отыратын әйел, ол бақытты әйел емес. Балаға бетіне қарап отырады, бірақ балаға бақытты ана керек. Бақытты ана тек баланың бетіне қарап отыратын ана емес. Бәрін баланста ұстайтын ана. Мен өзімді қазір баланста ұстап жүрмін деп ойлаймын. Қазір жұмыс істеп жүрмін деп те ойламаймын. Кеше Баян Мақсатқызының айтқаны ұнап қалды да маған. Мен өмірімде бір күн жұмыс істеген жоқпын дейді. Мен сүйіктісімен айналысып жүрмін. Сүйіктісімен айналысқаннан кейін мен жұмыс істеп жатқан маған білінбейді деген сияқты. Сол сияқты вроде мен жұмыс істеп жүрмін да, бірақ та қазір мысалы жұмыс істеп отырмын ғой енді. Бұл менің жұмысымның бір бөлшегі, эфирге шығып әңгіме айту, біліммен бөлісу деген менің жұмысымның бір бөлшегі. Бірақ та мне не кажется, қазір мен рахаттанып отырмын да, мен жұмыс істеп отқан сияқты әсер етіп отқан жоқпын. Сондықтан тұлғалық жақтарыңызды қиратпаңыздар, өзіңіздің сүйікті ісіңізді табыңыздар. Керемет, рахмет. Күйеу психологический абьюзер болса ажырасқан дұрыс па? Ажырас деп ешбір адам сізге кеңес бере алмайды. Сіздің ішіңізде бұл жауап, ажырасайын ба, ажыраспайын ба деген. Жалпы не үшін жертва болдыңыз? Сол сұрақты өзіңізге қойыңыз. Абьюзер, психологический абьюзер өзінің жертвасын табады. Өзінің жертвасын сіз болып тұрсыз ғой. Не себепті сіз жертвасыз? Неге сіз жертва болып жүрсіз? Жертвалық сізге қайдан келді? Қойсам, өйтіп қоймайын ба? Жалпы отношенияда драмалық ойын бар да, үштік жүреді ішінде. Спасатель, агрессор, жертва. Негізі бәленің бәрін бүлдіретін жертва болады көп жағдайда. Біз ойлаймыз ғой, тиран, агрессорлар деп ше. Ең нашары сол үштіктегі спасатель, тиран, жертвада. Негізі жертвалар болады. Бәрін бүлдіретін. Неге ұйықтап кете берем? Өткені жататын шығарсыз, жатып жасайтын шығарсыз. Чат бар ғой. Чатқа кіру үшін, чаттарға кіріп алыңыздар чатқа. Чатқа кіру үшін менің дайректіме сабақ деп жазсаңыз, сізді чатқа кіргізеді. Жақсы лайфқа. Мен өте көп отырам медитацияда. Медитацияда өте көп отыратындар осы результат көріп жатқан. Сіздегі ақпараттар сочный ғой, біраз болды қарап жүргеніңізге. Рахмет. Шаттықтың гүлі. Керемет білім.
ойбой пылесос қосылып кетті. Тұлғалық деген атымен жоқ. Вот, тұлғалық деген атымен жоқ болса, тұлғалық даму үшін 20 сәуір күні келіңіздерші. 20 сәуір келіңіздер. Ақпаратыңызға рахмет. Аяның подкасты өте көп неде, ютубта әртүрлі адамға берген. Ана кімге берген депутат бар ғой, Қарлығаш пайда тігімет. Жұмагелдиева ма? Көп адамға берген ғой, неден қарасаңыздаршы. Өзінің қызымен сұхбаттасқаны бар, мамасы, қызы балуға ма біреуге бергені бар. Мен ақша жинаймын, бірақ жаратарда өзіме қимаймын, осыны қалай жасауға болады? Бұл жерде енді сіздің өзіңізге деген махаббатыңыз деген тема шығады. Өзіңізді жақсы көру. Өзіңізді жақсы көрсеңіз, сіз өзіңізге ақша құясыз. Бірінші өзім деп тұрасыз. Оны да үйрену керек, это тоже навык. Сізге осы уақытқа дейін өзің жақсы көр деп үйреткен жоқ қой ешкім. Сізге үйретті, жұрттың жағдайын жаса, сабақ жақсы оқы, үйді жина, менің көңілімнен шық, басқалардың көңілінен шық деп үйретті, бірақ өзіңнің көңілінен шық, өзіңді бірінші орынға қой, өзіңді жақсы көр, өзіңе жағдай жаса, бірінші өзің, кейін қалғандары деп ешкім сізге үйреткен жоқ. Сондықтан да сіз, айттым ғой, реакция, образ, әрекет деп ше, сіздің әрекетіңіз ғой, өзіме ақша қимау деген әрекет. Соның артында сіздің өзіңіз жайлы образыңыз тұр. Өзіңіз жайлы образды тудырған не? Реакция. Реакция әдетте бала күндегі реакция. Мысалы, бізге қазіргі балалар сияқты бізде сен принцессасың, сен королевасың деп өсірген жоқ қой бізді ше. Бізді қалай жақсы көрді? Мысалы, мені қалай жақсы көрді? Мені қаратышқан деп жақсы көрді. Маймақ деп жақсы көрді. Тағы не деп жақсы көрді мені? Солай жақсы көрді. Сен қап-қарасың деп ше. Я, мен қарамын, бірақ та не обязательно же соны. Одан кейін мектепке барып, мектепте мен класстастарыма аппақ деді. Келемеш деген түрлері ғой. Мен қара екен бетіме басып тұр ғой. Содан менің реакциям қандай болады өзіме деген? Ойлаңыздаршы. И өзіме реакциям, мен онша емеспін. Мен әдемі емеспін. Мен өзім табақ жақсы оқысам, үйге бес әкелсем ғана жақсымын. Үйде тастай қылып жинап қойсам ғана мен жақсымын деген образ. Мен қай кезде жақсы болам? Мені қай кезде жақсы көру керек? Мен өзім бірдеңе жасасам ғана мен жақсы көрек деген сондай бір образды қалыптастырып қалдым да. И қазір мен жасым 35-ке таяп қалды. Бірақ мен бұны енді проработка жасадым ғой. Мен бірдеңе жасасам ғана жақсымын. Просто так мен жақсы емеспін. Просто так жатсам ұйықтап, мен жақсы емеспін. Түске дейін ұйықтасам мен жақсы емеспін деген мен түсінікті қалыптастырып аламын өзіме. Негізі мен жақсымын. Құдай мені бұл өмірге жіберді ма? Бұл өмірге келгенім менің үлкен миссия. Бұл өмірді сүру деген миссияда жүрмін мен. Рахаттанып сүру деген миссияда. Бес алсам да, жұмыс істесем де, түске дейін ұйықтасам да, не істесем де мен өзімді жақсы көру керекпін, кінәламауым керекпін өзімді. Ал бізді солай программаға тастады. Біз бірдеңе істесек қана жақсымыз. Біз спасать етсек жақсымыз. Біз біреудің көңілінен шықсақ жақсымыз. А так просто так біз жақсы емеспіз. Сол үшін біз өзімізді жақсы көре алмаймыз. Ал өзімізді жақсы көру үшін бізге бірақ нәрсе қажет. Бұл бірақ түсінік қажет. Құдай бізді жақсы көргесін осы өмірге жіберді. Ал Құдай сені жақсы көріп тұрған кезде сен қалай өзіңді жақсы көрмейсің? Жаңа қосылдым, 20 сәуір не болады? 20 сәуірде тегін практикалық сабақ болады, ол жерде қазақша медитация болады. Сіз осы күнге дейін тікелей батыстың білімін алып келсеңіз, сіз енді қазақтың жүйке жүйесіне, қазақтың сана сезіміне, қазақтың гендік жадысына, генетическая память дейді ғой, сай келетін, жатырқатпайтын, кінәлатпайтын, кінә сезімін тудырмайтын, қорқытпайтын, жанға жайлы қазақтың менталитетіне адаптацияланған білімді аласыз, практиканы аласыз. Ол сабаққа қатысу үшін осы неге сабақ деп жазсаңыз болады жерге ше. Плацебо туралы, плацебо деген сенім ғой, сенім эффектісі. Сіз бір нәрсеге сенсеңіз, сол болады деген. Соны қалай жасаймыз соны? Ми арқылы жасаймыз ғой. Соны мен соған арналған плацебо деген медитация бар. Соның барлығы туралы осы 20 сәуір күні болады. Медитацияны күтіп жүрмін. Мен де күтіп жүрмін. Мен что-то ерте бастап қойған сияқтымын, сол күн туралы айтуды ше. Бір 20-сы болмай кетті ғой. Мынау кім? Аяның медитациясы бар деп отқан. Бұл жерде менің медитациям туралы айтылып жатыр ғой.
Саблиминал тыңдайсыз ба? Иә, саблиминал тыңдаймын, медитация тыңдаймын, аудио практикалар тыңдаймын. Елена Балацкая деген не бар ютубта, сол кісінің аудио практикаларын тыңдаймын. Аффирмациялар ғой, просто ішіңдегі образды өзгертіп беретінге көмектеседі. Мына Сәуле деген кісіні блоктаймын ау деймін. Сары шайтан дейтін. Айнара, сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, Қытайдағы әпкеңізге заказ берсек сенімді ма? Сенімді, өйткені оның осы жақта магазині бар. Бөкейханова 510А. Егер алдап кетсе, сол жерден барып тауып аласыздар. Ол кісінің үлкен магазині бар. Негізі ол 20 жылдан бері барахолкада оптовик сатушы. Барахолкада Балашақта отырған. Қазір енді жағдайы жақсарып, өзінің жеке дүкенін ашып алды. Day of Stories деген. Екеуміз қойғанбыз сол Day of Stories'дің атын. Dinara Fashion Stories. Ол менің мамамның туған ағасының қызы. Екеуміз нағашы жиенбіз. Бірге өстік. Сенімді бола берсеңіздер болады. Өйткені ол 2 апта сайын Гуанчжоуға барады. Ай сайын Түркияға барады. Ол кәдімгідей 20 жылдық стажы бар. Күшті, сосын вкусы жақсы да, заттаниды. Все-таки 20 жылдық опыты бар адам ғой, заттаниды да. Көріп жүр ғой текстильдің түр-түрін. Ол еш жерде жоқ, текстильді көрсетіп жатыр да. Кәдімгідей тауып алған ғой, Zara, Madame, Coco деген сияқты бутиктерге, осындай дүкендерге, Hilton деген не бар емес па? Гостиницаларға текстиль тігетін фабриканы тауып алған, сол жақтың текстилін ұсынып жатыр. Ойлаңыздаршы. Dinara Fashion. Кеше мен сториске салдым, сол жертуа деген жоқ, жертуа деді. Жертуа, құрбан әйел. Өзін құрбандыққа берген әйел. Мен құрбанмын. Мен сондай ботамын жүрген, бірақ та бәрі маған зиян келтіріп жатыр. Мен бәрін жақсы жасап жатырмын, бірақ почему-то менде өмірімде болмай жатыр деп жүретін адамдар, жертвалар. Сәлем, менің туысқан ажапамның баласы алдап ақша алып қашып жүр. Не қылсам болады? Білмеймін, не қылсаңыз болады. Барып сөйлесесіз, барып сөйлеспесе юридический заң түрінде шешесіз. Ол жерде бір медитация жасаймыз, 20 минутқа созылған. Егер орысша түсінетін болсаңдар, Елена Балацкая. Тез сөйлеймін. Достар, сосын сіздерден бір өтінішім бар да. Мен осылай эфир өткізген кезде басқа мен сияқты сабақ үйрететін адамдардың туралы мына жерге жазбасаңыздар, мен кезде неловкое положениеде қаламын да. Кейбір кезде сондай мен сыйласып жүрген апайлармен сториске салам ғой, сыйласып жүрген апайларым, өзім сабақтарына қатысқан барған сенсейлерім деп айтсам болады. Сол кісілер туралы мына жерде онша емес ақпарат болып қалады да. Мен өзім естерімді білмей қаламын. Отметка стористе тұр, сторис қазір эфир біткенге сториске кіріп қараңыздар. Dinara Fashion Quite гид ғой. Менің YouTube каналымды көріңіздер, сол жақта подкаст бар. Сосын 15-і, бүгін 13 ма, 15-і, сіздердің қыздар бір просьба сұрайын деп тұрмын, осы жерде отырған 80 адамға просьба жасағым келіп тұр. Бүгін 13-і, 15-ші сәуір күні YouTube'да Жанерке Сейфуллина деген подкаст немен Айтарым бар деген подкастта мен қонаққа шығам. Екеуміз Жанерке екеуміз әңгімелесеміз. Сол подкастты максимум қолдаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, соңына дейін көріп. Кәдімгідей мен енді барған 4-ші подкастым ең ауқымды подкаст осы болайын деп тұр енді ше. Өйткені мен барған подкасттардың ішіндегі ең несі қаралымы көп осы Жанерке Сейфуллина. Өзім Жанерке Сейфуллинаны қатты ұнатамын ше. Сол екеуміз әңгімелестік осы ми туралы, медитация туралы. Фильтрді алып тастайын ба? Просто үйде отырмын да, наңғарсаңыз тұрмын да фильтрсіз. Сондықтан да менің сіздерден бір өтініш жасап сұрайтын 15 күні шығатын подкаст, мен сториста бөлсем ғой, сол подкастқа қолдасаңыздар екен. Сосын мен сәуір жаңбыры туралы, не туралы, 12 сәуірден кейінгі 3 күн туралы, жалпы сәуірдегі өзгерістер туралы неге жаздым телеграм каналыма жазылып алғандарыңыз болса, я вас поздравляю. Ол жақта мына сториста, инстаграмда айтылмайтын ақпараттар айтылады. Жазылып алыңыздар. Қош, не киіп алайыншы. Осындай отырайын да, бетім тегістетіп қойын хотя бы.
жақсы. Жанеркенің почти барлық подкастын қарадым. Сізді күтеміз. Рахмет. Раушан ханым. Айнара, саламатсың ба? Мен медитацияда 1 сағат отырам, бәрі соны тыныш өтеді. Ана визуализация қылып бастағанда істей берем, көзім жас шыққанша. Көзден жас шығу, аяқ үйу, мұрын су ағу, тағы не болады? Үйіп қалу, жердің, бас қысып ауру, желге тарту деген сияқты нәрсенің барлығы бұл тәннің реакциясы. Біздің тәніміз тән реакцияны өзінен шығармайды ғой. Сіздің шетен жаққа бір информация келді, түпсана қозғалды деген сөз. Потому что біздің тәніміз мидан реакция алады. Сөйтіп сезім тудырады. Сөйтіп тән өзіндегі бір блоктарды шығарады. Блоктарды. Тәнде біздің тәніміз ақылды ғой, деловой разум. Ол бір жерде мына жерде мысалы тамақта ком болып жылдар бойы қалып реніш қозғалып, ол көзден жас болып шығуы мүмкін деген сияқты. Тәндегі любой, тәндегі кез келген реакция ол дұрыс. Неге олай болып жатыр, неге мен жылап жатырмын, неге мен аяғым ұйып жатыр, неге мен жауырыным шаншып жатыр деген сияқты өзіңді кінәлау, қорқудың қажеті жоқ. Керісінше, менің тәнім ақылды ғой, тәнім бірдеңе деп жатыр. Көбісі ауыр есінейді. Медитацияда ауыр есінейді, үсті-үстіне есінейді, көзіне жас шыққанша есінейді. 20 минут медитация. 20 сәуір күні болады медитация, 20 минут. Ары қарай уже пакет медитациялар болады. Ол жердегі медитациялар 40 минут 1 сағаттан. Енеден бөлек тұрғым келеді. Аффирмация айтқаным 5 жыл. 5 жылда не өзгерді аффирмациядан? 12 сәуір тума достар келді, көптен келмеп еді, барлық бала жиналды, праздник болды. Керемет. Қызым ғарышкер болғысы келеді, ол жасы 11-де, оған медитация жаса десем дұрыс па, қандай ақыл айтасыз? Мен 11 жасымда әнші болғым келетін. 12 жасымда биші болғым келді. 13 жасымда косметолог, визажист болғым келді. 9 класстан 11 классқа дейін юрист, адвокат болғым келді. 11 класста журналист болғым келді. Енді әлі ерте ғой. Әлі мың өзгереді. Әлі мың құбылады. Балаларға арналған медитациялар бөлек. Қазір менің беріп жатқан медитациям тек ересек адамдарға. 11 жастағы баланың санасы таза. Оның медитациясы сіздің сөздеріңіз болу керек қой. Сіз, балам, саған сенем. Сен күштісің, сен красоткасың. Маған маймақсың деген сияқты айтпай, керісінше, сен королевасың, сен принцессасың. Сен қолыңнан бәрі келеді, мен сенімен мақтанамын деген сияқты сөздерді айта берсеңіз, ол ең күшті миына жазылатын программа сол. Туна неге ауысып кете береді? Медитацияны ұйқы алдында тыңдап жүрмін. Дұрыс. Қай кезде сізге ыңғайлы? Сол кезде. Ештеңе аффирмацияны қалай? Егер сізге аффирмация көмектеспесе, осы 5 жыл бойы айтып жүрген аффирмацияңыз көмектеспесе, онда басқа методтарды көріңіз. Аффирмация ауызбен ғана айтылса, құрғақ сөз болса, ол мына жаққа жетпесе, тәндегі реакция тумаса, жүрек қосылмаса, ол аффирмация сөз күйінде қалып кетеді, аяқтан шығып. Анау Абайдың сөзі бар ғой. Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз жол емес. Аллаға ауыз жол емес. Яғни Аллаға сен ауызбен, сөзбен бармайсың дейді, жүрекпен барасың дейді да. Сосын айтады, Абай айтады, қазақ ақылсыздықтан азбайды дейді. Қазақ сол ақылдың жүрекке түспегеннен азады дейді да. То есть сен сөз, құр сөзбен ештеңе бітпейді, өткен түпсана сөзге түсінбейді. Мен всегда айтамын ғой, түпсана разум, түпсана сөзге түсінбейді, образды түсінеді, сезімді түсінеді және әрекет түсінеді. Ал ақыл, разум бар ғой, разум, сол сөзді түсінеді. Енді сөз құр сөз түрінде, құрғақ сөз түрінде болса, ол неққа сіңбесе, жүрекке өтпесе, одан әсер жоқ. Аффирмацияның жұмыс істемейтіні осыдан. Ал егер жүрекпен сезіне отырып, дұға да тура сол. Алла тағала маған ананы берші, мынаны берші, бірақ мына жағын тым сезілмесе, ол сөз Аллаға ауыз жол емес. Аллаға қалай еді сол өлең? Алла деген сөз жеңіл, Аллаға ауыз жол емес. Ыстық жүрек кең пейіл. Кім біледі сол өлеңді? Күшті өлең негізі ше. Абайдың өлеңі ғой. Негізгі жарайды мағынасын айтайық. Мағынасы Алла деген сөзді бәрі айтады дейді. Бірақ Аллаға сен тұқыр сөзбен бармайсың дейді. Аллаға ыстық жүрегіңді, кең пейіліңді қосып барасың дейді. Пейіліңмен, жүрегіңмен барасың дейді да. Аллаға сол жол дейді. Ауызбен жол емес дейді Аллаға.
Сондықтан дұға еткен кезде де, неге дұға еткен кезде адамдар алмайды бірденше, өйткені сезім жоқ ол жерде. Ал қандай сезім болу керек? Мысалы, Алладан сен сұрайсың, маған үй берші, маған көлік берші, маған ризық берші деп, денсаулық берші, сұрап жатырсың да, сөзбен сұрап жатырсың. Мына жақта сезімің қандай? Мына жақта сезімің благодарность болса ғана ол дұғаң қабыл болады екен. Мына жақта сезім шүкір, Алла сенің тілегіңді қабыл алатын, сені саған бәрін беретін Алланың бар екендігіне яғни шүкірлік шықса, ол орындалады. Ал егерде менде жоқ, мен бейшарамын, мен байғұспын, мен сорлымын, маған берші деген сезім, мына жақ дефицит деген сезім болса, онда керісінше сол дефицит деген сезім ұлғаяды. Өйткені Аллаға ауыз жол емес, Алла деген сөз жеңіл. Мына жақта мен сорлымын, мен бейшарамын, маған берші деген мына жақтан шығарған сезім, сол сезім ұлғаяды. Өйткені бұны қайдан алып айтып тұрмын мен? Миды зерттеген ғалымдар Алладан қатты жалынып дефицит күйде сұраған, және де рахаттанып, менде уже бар, рахмет саған Құдай деп сұраған. Эксперимент жасаған ғой. Солар миындағы процестер, организмдегі процестерді зерттеген кезде қайсысы жақсырақ жұмыс жасайды? Жаңағы дефицит күйде мен сорлымын, бейшара, маған берші деген адамға қарағанда, Алла сен барсың, сен бәрін қабыл алып жатсың, и так менің өмірім жақсы, шүкір деп благодарность сезімін берген адамның дұғасы қабыл болған. Бұл Құранда шүкірлік етсеңдер арттырамын деген сөзбен айтылады. Ал біз не етеміз? Менде жоқ, мен бейшарамын, жертва. Мен жүрген ботамын, бірақ менде жоқ. Мен бәрін дұрыс жасап жатырмын, мен аффирмация айтып бірақ менде жоқ өзгеріс. Арманыңызды орындалғанда елестетіп сезінетін эмоция болу керек. Мысалы, қуаныштан жылау, қатты қуану. Иә, дұрыс айтады. Уақытша сақтаңызшы, жұмыстан дұрыс тыңдай алмай отырмын. Окей. Сақтап ютубқа қойып қоямын еще. Ютубтағы көрермен, жаңа көрермен, егер сіз осы видеоны көріп отқан болсаңыз, 20 сәуір, Құдай қаласа, уже неше күннен кейін, бүгін 13-і ма, уже бір аптадан кейін, ровно бір аптадан кейін, келесі понедельник, біз қазақша медитация кешін өткіземіз. Аналогы жоқ, әлемде аналогы жоқ деп айтсам болады. Қазақ тілінде тұңғыш рет қазақтың аспаптарымен, ұлттық аспаптарымен, қобыз, шаң қобыз, жетіген домбыра, хэндпан аспаптарымен сүйемелденген қазақша практикалық медитация. Медитацияның, менің медитацияларымның терапиялық әсері бар. Өйткені бұл медитациялардың барлығын мен психологиялық біліміме сүйеніп жаздым. Бәрін мен слова влияния, яғни сөздің құдіреті туралы терең білімдерді алып барып жаздым. ICF коуч мамандығымды алып барып жаздым. Сондықтан да мен адамның түп санасына не әсер етеді, қандай сөздер түп сананы қозғалтады, адамның тәніне не әсер етеді, реакцияны қандай сөздер өзгертеді, қандай әуен өзгертеді, соның барлығын зерттеп барып жасадым. Адамда сана бар, түп сана бар, ақыл бар, разум бар, және де ес бар. Осы төртеуі бөлек-бөлек алған кезде ол қалай әсерленеді, қандай сөзбен әсерленеді. Мен соның барлығын зерттеп барып осы 20 сәуір күні сізді сол туралы айтылатын қазақша медитация сабағына шақырамын. Ол жерде ақпаратта болады, теорияда болады, практикада болады, және де жақсы сыйлық болады. Соған келіңіздер. Оған қатысу үшін осы YouTube видеоның астында сілтеме болады, немесе Инстаграмда мені тауып алып, Айнара Байжан деп тауып алып, астына кез келген посттың астына сабақ деп жазып кетсеңіз, немесе дайректке сабақ деп жазып кетсеңіз, сіз сол сабаққа қосыласыз. Достар, олай болса, біздің эфиріміз аяқталған шығар, Айнара ханым, қалайсыз? Жақсымын. Гүлнар ханым, өзіңіз қалайсыз? Индира ханым, үйінде қонақта болдық. Иә. Индира ханым, үйінде қонақта болдық. Күшті отырыс болды. Вау дейді. Күнде бір шөппе тауып аламын. Сіз айтқандай жаман кесе ауыстырып үйреніп жүрмін. Молодец. Умница. Енемен бірге өмірді қабылдаған кезде, енемен бір шаңырақ астында өмір сүру деген өмірді толық тәніңізбен қабылдаған кезде маңыздылығын жоғалтады. Ол сіздің қалауыңыз ше. Маңыздылығы жоғалған кезде біздің любой арманымыз орындалады. Кеше неге TikTokқа бір видео салғам, осы ой туралы, сезім туралы да жақсы ойла деп айтып отырмыз ғой. Енді сосын бір қыз жазып жіберіпті. Мен всегда жақсы ойласам керісінше болады деп ше. Сол үшін мен специально жаман ойлаймын. Бірдеңенің алдында, бірдеңе бір событие болардың алдында мен специально жаман ойлаймын. Зато жақсы болады содан деп ше. Сонда енді мен ответ жазған жоқпын. Неге олай болатын? Біз бірдеңеге қатты сенбеген кезде, жаман ой ойлаған кезде неге бізде керісінше жақсы болып кетеді? Ал керісінше жақсылыққа үміттенген кезде бәрі жаман болады. Бізде ой бар, сезім бар, екеуі екі бөлек. Екеуі бірдей
бірдей үйлесімде болу керек та, когерентті болу керек. Мысалы, жаңа қыз айтып тұр ғой, мен жаман ойласам жақсы болады деп тұр. И жаман ойлайды ол специально ше, қазір мен құлаймын ана емтиханнан, быт-шыт болады, келесі жылға қалам деп ойлап тұр да, бірақ мына жүрегі сеніп тұр. Мен осылай ойлап жатырмын, значит менде бәрі күшті болады. Мына жүректегі сезім сеніп тұр. Ой, негатив бола берсін, мен құлап қаламын деп айта берсін да, бірақ мына жағынан мен сөйтіп айтсам бәрі дұрыс болып кетеді деп, жаңағы жүрегі сезім магниттік өрісі, магниттік әсері жүрегінен шығатын, денесінен шығатын, сеніп тұр жақсы болатынына. Сол үшін да жақсы болады. Ал егер сен мына жағыңда жақсы болса, мына жағыңда жақсы деп екеуі бірдей болса, ол 100%. Сенім плацебо деген осы ғой. Негатив ойға сен істеу керек. Стоп, отменяю деу керек та, басқа нәрсе ойлау керек. Малика, сәлем, қалайсыз? Малика, қазір мен нені эфирді аяқтаймын. Содан кейін неге шыға қояйық видеозвонокқа. Мен сізді помню. Неге шынайы қуана алмаймын, балам екінші орын алған соң қуана алмадым. Қуанбауға программаланып қалған болуыңыз мүмкін. Сезім өліп қалған. Кейбір сондай адамдар, әйелдер болады, қатты қуана алмайды, айғайлап күле алмайды, еркін бола алмайды. Менің бір подругам бар, 2 жыл ма 3 жыл екен психотерапия жүр, апта сайын психотерапиядан өтеді да. Сол айтады ғой, қазір айқайлап күледі да, біртіңесі ұзақ күледі, еші бүйті деп күледі да. Сонымыз айтамыз, саған не болған, бүйтіп күлмейтін едің ғой деп ше. Психотерапияның әсері дейді. Нелерін, сезімдерін, өзінің психикасын босатқан ғой, өңдеген, проработка жасаған. И соның нәтижесі шынайы қуанады, күшті әзіл айтады, кіттай әзілге ха-ха деп күледі. Күлгенде де бүйтіп жатып шалқасынан. Мысалы мен өйтіп күле алмаймын әлі ше. Күлемін, бірақ айғайлап күле аламын. Бірақ андай болады ғой бір адамдар ше. Рахаттанып күледі ғой, шалқасынан түсіп. Мен бір туысқаным жас келін болып отырған, сондай қатты күлетін бір адамдардың қатарынан жас келін болып түскен ғой. Содан бір прикол айтып жүрген ғой, сол столдың басына отырғанда қатты айғайлап күліп қасына отырған, қайнағасының арқасына ұрып қалған ғой. Одан бері біраз жылдар өткен, әлі ұмытпайды да, соны бүкіл әулет. Жаңағы қыз қатты күлем деп, жас келін өзінен біраз жас үлкен, қайнағасының арқасынан соғып қалған ғой күлем деп. Сол сияқты сезімі ояу сондай әйелдер болады, айғайлап күлетін. Жүрегіммен сезім соңғы күн үйге заявка бердім, үйде болдым, хотя оймен өтпеймін деп ойлағам. Нәтижесінде өттіңіз ба? Мен бірақ нәрсе айтам да, сезім дейміз, ой дейміз. Біз нәтиже Құдайдан. Құдайға сенім болу керек, Құдайға сезім болу керек. Құдайға сезім ең бірінші шүкірліктен сезім болу керек. Ол да сезім. Сіздің ютубта сабақтарыңызды қарап отырсам, эфирде отырсыз. Эфирге күнде шығып жүрмін ғой мен қазір дейтін. Өзіме ұнайды. Кешкісін бүгін кешке тағы шығам. Бұйырса. 20 сәуір күнгі сабаққа қатысу үшін маған дайректке сабақ деп жасаңыз да жеткілікті. Мен сіздермен қоштасқым келеді. Кешке бұйырса көрсеміз, кешке жұмыстан шыққандар қосылады. Сәлеметсіз бе жолдасым, ішіп мазамды алып. Ішпесе де мен жетқызылған ажырасайын деп жатырмын. Неге? Ой, ол жібермеймін. Қашайын деп отырмын, 2 кішкене баламды алып өмір сүріп кетем ба екеумен. Әрине өмір сүріп кетесіз. Вообще, егер психологиялық жағынан, физикалық жағынан зиян шегіп жатсаңыз, онда дәл қазір біздің мемлекетіміздің заңы бірінші очередь әйелдерді қорғайды. Мысалы үшін, Бишімбаевтың ісінен кейін осындай қатаң заң қабылданды ғой. Бірінші очередь әйелдерді қорғайды біздің мемлекет. Егер жаңа қандай номер еді? Бір номер бар ғой, сондай отбасылық зорлық зомбылық көрген жағдайда сондай номерге хабарласу керек. Сондықтан да қорықпаңыз, менің артымда бірінші Құдай, екінші мемлекет тұр деп алға баса беріңіз. Енді сөйлесіп шешіп көруге болатын мәселе болса, сөйлесіп шешіп көруге болады. Ал егер ушығып кеткен мәселе уже қайтадан орнына түспейді десеңіз, онда жаңағыдай серьезный шешім қабылдау керек. 20 сәуір күні кешкі сағат 7-тен бастап болады. Солай.
бір маңызды ой бар еді, айтайын дегенім. Ұмытып қалдым. Сол онда, қыздар, жігіттер, 20 сәуір күнгі сабаққа қатысу үшін дайректке сабақ деп жазыңыздар, иә? Все, всем пока.